Қазақстан 2060 жылы көміртекті бейтарап болуды жоспарлап отыр. Ал ол үшін не істелді? 2013 жылы парниктік газдар шығарындыларын квоталау енгізілді. Бұл талаптар 199 ірі қондырғыға қолданылады. Олар елдегі парниктік газдар шығарындыларының жуық шамада жартысын береді. Еліміз осыдан 10 жыл бұрын жаңартылатын энергия көздерін белсенді дамыта бастады. 2022 жылы олар электр энергиясының өндірудің жалпы көлемінің 4,5% берді. 2023 жылдың соңына қарай бұл көрсеткіш 5%-ға жетеді деп күтілуде. Қалаларда көшелерді жарықтандыру шамдары тиімді энергия шамдарына біртіндеп ауыстырылып жатыр. 2021 жылы ауыл, су, орман шаруашылығы және төтенше жағдайлар бойынша мемлекеттік басқармасымен климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша заңнама қабылданды. Келесі бейнебаянымызды күтіңіз. Онда біз осы салада Қазақстанда не істеліп жатқаны туралы ақпарат көздерін талқылаймыз.